Балақай, бүгін біз өз ғаламшарымызды және күн жүйесін зерттейміз. Ғаламдардың зерттеулері арқасында біз жұлдыздар мен планеталарды тануды жалғастырып жатырмыз. Бүгін біз күн жүйесіндегі планеталарды үйренеміз және қызықты фактілерді білетін боламыз. Меркурий күнге ең жақын және ең кішкентай планета, ол жердің айынан сәл үлкен ғана. Меркурийден күн 3 есе үлкен көрінеді және жарығы 7 есе күшті. Венера жерге ең жақын планета, кейде оны жердің егізі деп атайды. Оның көлемі мен тығыздығы жерге ұқсас. Венера күнге жақын болмаса да ең ыстық планета, беткі температурасы шамамен 375 градус. Жер біздің үйіміз, күннен 3-ші планета. Ол тас пен судан құралған, ал атмосферасы өмірді қолдайды. Жер күнге ең жақын 4 тас планетаның ішіндегі ең ірісі. Марсты қызыл планета деп атайды. Оның атмосферасы жұқа, негізінен көмірқышқыл газынан тұрады. Марста мезгілдер, мұздықтар, шатқалдар және жанартаулар бар. Юпитер күн жүйесіндегі ең үлкен планета. Оның диаметрі жерден 11 есе үлкен. Юпитерде ұлы дауылдар мен 4 ірі айы бар. Сатурн күн жүйесінің асыл тасы, әдемі сақинасы бар. Ол газдал планета. Негізінен сутегі мен гелийден тұрады. Сақинасында мұз және шар бөлшектері көрінеді. Уран күннен 7-ші планета. Оның атмосферасы сутегі, гелий және метаннан тұрады. Уран өз осының жантайып айналады. 8-ші планета көбінесе көк түсті болып көрінеді. Ол мұзды алып планета деп те атайды. Нептунда 14 ай бар. Ең танымалы Тритон. Балалар, сендер қай планетаны ең қызық деп ойлайсыңдар? Қайсысын зерттегің келеді? Келесі кездескенше сау бол!